Саламатсыздарбы билимгерлер. Бүгүнкү сабагыбыздын такырыбы улуттук оюн түрү тогузумалак оюнун дамуу тарыхы. Сабагыбыздын максаты тогузумалак оюнун ойнауду, казактын улуттук оюндарын хүрмөттөөдү үйрөтүү, математикалык амалдарды колдонуп, жазбаша жана ауызша эсептөө адистерин үйрөтүү, окуучуларды оюн күчтөрүнө жоопкерчиликмен карап терең эсептөөгө бейимдөө. Сабагыбызды баштайтын болсак, өткөнүн билмейтин урпактын өрүсү тар деп атамыз казак айтпакчы, өз тарыхы менен шыккан тегин унуткан калктын болочогу болоңгур дегендей. Осы тушта казактын улуттук оюну тогузумалак жайында оюндун пайда болуу менен кундулуктары, басты шарты менен кандай максатта колдонулганы жөнүндө коомдо калыптуу ойлор менен пикир таластар таусулар эмес. Спорт түрү ретинде ары карай дамуу үчүн тек Казакстанда гана эмес, чет элдерде де суранышка ээ болуу үчүн биз бул өнөрүбүздүн тарыхы менен түпкү мағынасы тереңде экенин далилдөөбүз керек. Башка элдерде де тогузумалак испеттес оюндар бар жана олар әлемде таанылууда. Осуга байланыштуу тогузумалакта сол оюнга окшош оюндар катарында гана саналууда. Осуга байланыштуу биздин жумушубуздун максаты өзгө окшош спорт түрлөрүнөн айырмачылыгын айкындап, оюнубуздун тарыхы тереңде жатканын далилдеп, жаштарга оюнду насихаттап окутуу. Тогузумалак казактын эрте замандан келе жаткан улуттук спорт оюндарынын бири. Бул баш чыныктыратын оюнду биздин улуттук шахматымыз десе болгондой. 162 таспен ойнолатын осы бір ойлы ойынның жоғалып кетпеуіне кезінде академик Мұхтар Әуезов, СССР халық артисі Қалыбек Қуанышбаев, техника ғылымдарының кандидаты Ыбыраев пен шахматшы Браундтардың сіңірген еңбектері өте зор. Тогузумалақтан алғашқы республикалық жарыстар 1948 жылдар өткен екен. Бұл жарысқа халық ойынның шеберлері Абайдың немересі Ысқақов, Семей, Шөкеев Қарағандыдан, қар жауып Семейден, Өтегенов Жамбыл облысынан қатысқан екен. 1974 жылдан бастап әріппен белгіленіп келген отауларға 1-ден 9-ға деген сандармен белгілер жаңалығын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы спорт шебері Серікбай Тілеубаев енгізіп, бұл ойынды жаңаша бір сатыға көтеріп тастады. Тогузумалак атты тұңғыш та жалғыз кітаптың авторы 1979 жылдары Қаратау қаласында тұратын республикаға еңбек сіңірген жаттықтырушы Әбділда Ақшораев. Бұл ойында халқымыздың кемеңгер ақыны Абай жыр алыбы Жамбыл батыр бабамыз Бауыржандар ойнап, өмірлеріне сергеткенін айтып кеткен жөн. Сондықтан да осыншама көп салалы ойынымыздың қадір қасиетіне аса мән беріп, ұлттық ойындарымызды зерттеу арқылы халқымыздың ежелден қандай дәнегөй халық болғандығын біле жүрейік.